Hello and welcome to another lesson. Бүгінгі сабақта біз артикльдерді үйренетін боламыз. Артикльдер бізде N, Z артикльдері бар. Бұл жерде мінекей Z артиклі белгілілік артиклі, the definite article and the N ол бізде белгісіздік артиклі, indefinite article. Енді бұл қандай қызмет атқарады десеңіздер, ешқандай мағынасы жоқ. N, Z артикльдері аударылмайды, мағынаға ие емес. Дегенмен грамматикалық қызметі үлкен. Яғни мысалы біз қазақ немесе орыс тілінде қате сөйлеп тұрсақ, ол бізге кәдімгідей көрінеді ғой. Орыс тілінде мысалы у, в, на деген сияқты қате айтатын болсақ, қате болып көрініп тұрады. Сол секілді N, Z артиклін білмеу сол секілді роль атқарады. Түсінікті, үлкен роль атқарады, маңызды тақырып болғандықтан мұқият қараймыз. Енді біз қазір ең бірінші осы мен N-нің артиклін, осы артикльдердің қолданылуын үйреніп алайық. Екеуінің қолданылу ережесі бірдей. N екеуі де бірдей жағдайда қолданылады, қолданылмайтын кезде де екеуінікі бірдей. Тек қана айырмашылығы не десеңіздер, ол бізде N-нің артиклі тек қана дауысты дауыссыз әріптерге байланысты. Яғни бізде ағылшын тілінде не бар? 5 қана дауысты әріптер бар, A, E, I, және де O, және соңғысы U деген бізде осындай дауысты әріптер бар. Осы әріптердің біреуімен басталып тұрса, яғни бізде зат есім жекеше түрде осы дауысты әріптерден басталатын болса, мысалға міне apple дегеніміз дауысты әріптен басталып тұр. Apple алма. Яғни бұл бізде дауысты әріптен басталып тұр. Демек, бұның алдына N артиклін қоямыз. N артиклі қойылады. N артиклін қою үшін осы дауысты әріптерден басталу керек. Басқа жағдайда дауыссыз әріптерден басталып тұрса, артиклін қоямыз. Мысалы, бүк бізде B әріпі ол дауыссыз, яғни дауыссыз болғандықтан алдына N-ні қоямыз. Бізде дауысты, әріпі apple десек, демек N apple деп қоямыз. Ал енді екеуінің айырмашылығын түсіндік. Дауыссыздан басталса дауыстыдан басталса N артиклін қоямыз дедік. Енді әрі қарай бізде қай кезде қолданамыз десек, мен N тек қана санауға болатын зат есімдердің алдында қойылады. Мысалға, бүк, кітап. Кітапты санай аламыз ба? Санай аламыз, бір кітап, екі кітап, үш кітап деп санай аламыз. Apple санай аламыз ба? Санай аламыз, яғни бір алма, екі алма, үш алма деп бұл санауға болатын зат есімдер. Демек, осындай санауға болатын зат есімдердің, жекеше түрдегі зат есімдердің алдына қоямыз. Демек, бүктің алдына қандай қоямыз? Бүк. Apple дегеніміз бізде дауысты әріптен басталып тұр. Демек, қандай артиклді қоямыз? N apple. Болды. Екеуінің айырмашылығы осы. Дауыссыздан басталса дауыстыдан басталса N артиклі. A book, an apple. Енді екеуі осындай санауға болатын заттың алдына қойдық. Ал санауға болмайтын зат есімше, санауға болмайтын зат есім болса, мысалы, water дегеніміз бізде су. Су деген бұл бізде саналмайды. Су, шай, сүт, кофе, шаш, тағы не сок деп айтатын болсақ, бұл бізде саналмайды. Демек, санауға болмайтын зат есімдердің алдына біз қоймаймыз. Ол енді түсінікті болды. Санауға болмайды су бізде, демек артикль қойылмайды, де қойылмайды, N де қойылмайды. Book, apple санауға болатын зат есімдер, оның алдында онда дауысты дауыссызға байланысты немесе N деп қоя береміз. Ал енді келесі бізде books, мінекей, apples деп тұрмыз. Бұлар бізде уже көпше болып тұр. Ал көпше зат есімде екендігін қаяқтан біліп тұрмыз десек, S жалғауы бар. S деген біздің қазақ тіліндегідей ларлер, дардер, тардер деген көптік жалғауды білдіріп тұр. Демек, books, кітаптар, apples, алмалар дейтін болса, көпше зат есімнің алдына мүлде немесе N артиклі қойылмайды екен. Түсінікті болды, Жекеше, мінекей, қойдық. Санауға болады, қойдық. Санауға болмайды, қоймаймыз. Зат есім көп болса, қоймаймыз. Мен N қолданылмайды ондай жағдайда. Ал егер дейді зат есім міне жекеше түрде тұр, бірақ ол жалғыз емес. Алдында new, яғни жаңа деген бізде сын есімі бар дейді. Яғни қасында досы бар дейікші. Осы жекеше түрдегі санауға болатын зат есім алдына N қояйын десек, мына жағында қасында
сын есімі тұр, демек не істейміз дейді. Онда артикль сын есімнің алдына шығып кетеді. A new book, яғни заттың алдына емес, сын есімнің алдына шығып кетеді. Бұл енді сіздерге түсінікті болды деймін. Келесі бізде the артиклін қай кезде қолданамыз? The артиклі an секілді таңдамайды екен. Бұл санауға болатында, болмайтында, жекешеде, көпшеде, барлық кез келген зат есімі алдына қойылады. Мысалы, the book, the books көпше болса да қойдық мені. The water, яғни саналмайтын зат есімі алдына да біз артиклді қойып тұрмыз, зиді. Ал енді сіздер ойлайтын шығарсыздар, ендеше бізге мен ннің не қажеті бар? Барлық жерге зиді қоя салмаймыз ба? Тып-тыныш деп ойлайтын шығарсыздар, Жоқ, олай емес. Бұның енді бұл қандай мағынаны білдіріп тұр бұл дегеніміз. Соған тоқталып өтейік. Мысалға, мына жерге қарасақ, бізде зи деген артиклді қою үшін енді мұқият тыңдайық осы жерде. Мысалы, book дегеніміз мына жерде зат есімін бізде жекеше және санауға болады дедік. Демек, бұның алдына біз артиклін қоямыз. Солай ғой, book. This is a book болды. Міне, мынау кітап. Санауға болады, жекеше тұр және дауыссыз әріптен басталғандықтан біз қойдық. Ал енді book is interesting. Мына бір затты біз сипаттап тұрмыз. Кітап қызықты. Кітап қандай? Ол қызықты. Мына затты сипаттап тұрсақ, сол заттың алдына біз the артиклін қояды екенбіз. Яғни, зиді қай кезде қоямыз сонда? Бір затты сипаттайтын кезде сол заттың алдына the артиклін қояды екенбіз. The book. Ал енді мына жаққа қарасақ қазір. These are books. Зат есім көп. Енді қоямыз ба артикль? Жоқ. Бұл жерде уже мынау артикліміз бізде түсіп қалады. These are books. Мыналар кітаптар. Ал енді books are interesting. Бұл жерде енді бізде бір ғана зат емес қой, көпше болып тұр. Books are interesting. Кітаптар қызықты болып. Кітаптар болса, біз бәрібірде зиді қоя береміз. Жаңа біз айттық қой. Зи артиклі таңдамайды. Жекеше ма, көпше ма, санала ма, саналмай ма, қарамайды дедік. Зи түспейді. Жекешеде қойдық the book. Көпшеде тағы қойдық the books. Ал артикліне қарайықшы. Book болды. Мынау кітап дегенде book болды. Ал мыналар кітаптар десек, міз түсіп қалды. Көрдік па? Сонда бізде an деген артикль таңдап тұр. Мына жерге қойыламыз, мына жерге қойылмаймыз деп. Ал зи қойып кетір. Жекеше болса да, көпше болса да қойылып тұр. Ал енді келесі this is water. Жаңа мен айттым, Water дегеніміз су. Яғни, бұл су бізде саналмайтын болғандықтан, оның алдына да артикль қоймаймыз. Мен тағы да мен n осылай таңдап тұр, book қойдық, books пен water'ға қоймадық. Ал the water is hot деп қоя береміз. The екен біз жаңа айттық, бұл бізде таңдамайды дедік. Жекеше, көпше, саналмайтын зат есім алдына да барлығына да қойыла береді. Өйткені біз осы затты сипаттап тұрмыз. Су ыстық деп біз сипаттап тұрмыз. Су қандай? Су ыстық. Осы су деген сөзді сипаттап тұрмыз, демек алдына the артиклі қойылды. Сонымен сіздерге the артиклінде түсінікті, қандай да бір затты сипаттайтын болсақ, сол заттың алдына the артиклін қоямыз. Және енді әрі қарай бізде келесі тағы да зиді біз қай кезде қолданамыз дейді. Зиді қандай да бір затты сипаттағанда қолдандық, ал енді тағы қай кезде қолданамыз десеңіздер, мына жағдайда қолданады екенсіздер. Бір отбасын түгелдей атайтын болсақ, онда біз сол отбасындағы атасының не болмаса әкесінің фамилиясымен атасақ, сол отбасы мүшелерін түгелдей атаймыз. Солай, Мысалы, Жандосовтар отбасы дейтін болсақ, ағылшын тілінде the Jandosov's family деп айтылады екен. Бір отбасын түгелдей атау үшін the қойылады. Бір затты сипаттайтын болсақ the, бір отбасын түгелдей атайтын болсақ the артиклі. Және де кейбір жер суаттарының алдында, барлық емес, кейбір ғана жер суаттарының алдында the артиклі қойылады. The Atlantic Ocean. Атлант мұхиты,
Және де кейбір мемлекеттердің алдында the артиклі қойылады екен. Барлық мемлекеттің емес, кейбір мемлекеттердің алдында. Мысалға, the Russia, the Kazakhstan, the Korea деп қойылмайды екен. Біздің мемлекеттердің алдына the артиклі қойылмайды. Тек қана мына жағдайда the UK, United Kingdom, the USA, яғни United States of America. Яғни, бұл жерде бізде қандай сөздер бар болып тұр? Ұлыбритания. Осы жерде бізде ұлы деген сөз бар, иә. Америка құрама штаты, яғни құрама штат, ұлы деген сияқты сөздері бар мемлекеттердің алдына the артиклі қойылады екен. Сонымен қатар the бізде тағы да қай кезде қолданылады десеңіз, ол мына жағдайда қолданылады екен. After prepositions, these are prepositions, right? Мыналар бізде демеуліктер in, on, in, at деген ішінде, үстінде, тұсында немесе даде, тате деген демеуліктер. Осында кез келген демеуліктерден кейін біз the артиклін міндетті түрде қоямыз. Яғни in the bag, сөмкенің ішінде, on the table, үстелдің үстінде, in the middle of the room, бөлменің ішінде немесе ортасында, иә. At the wall, яғни қабырғада деген, қабырғаның тұсында деген мағынаға. Иә, осы жерде, яғни осында демеуліктерден кейін the артиклі қолданылады. Бірақ қараңыздар, мына жерде бізде қойылып тұрған жоғы at-тан кейін at home, at work, at school. Осы жағдайда қойылып тұрған жоқ at home, үйде, at work, жұмыста, at school, мектепте. Осы кезде біз at-тан кейін the-ді қоймаймыз. Өйткені бұл исключение, мына ережеге бағынбайды екен. Түсінікті ғой, иә? Жалпы at the wall, at the university, at the college деп at-тан кейін the-ді қоямыз. Ереже бойынша біз the-ді қойымыз керек демеуліктен кейін. Тек қана мына жағдайда қойылмайды екен. Түсінікті, иә? Бұл бізде үйде, жұмыста, мектепте деген кезде at-тан кейін the-ді қоймаймыз. At home, at work, at school. Әрі қарай тағы да бізде мына жағдайда артиклдер, яғни жаңағы the артикліміз қолданылады екен. Мысалы, play деген ойнау. Енді play football, play volleyball десек, бұл бізде футбол ойнау, волейбол ойнау, қандай да бір ойынды ойнау, ешқандай артикль қойылмайды. Тек қана музыкалық аспаптардың, яғни қандай да бір музыкалық аспапта ойнайтын болса, онда біз playдан кейін the артиклін қояды екенбіз. Playдан кейін қойылады, түсіндікті, иә? Немесе жаңа музыкалық аспаптың алдында деп елестете беріңіздер, солай қабылдай беріңіздер, иә? Play the guitar, яғни гитарада ойнау. Play the violin, скрипкада ойнау. Play the домбыра, домбырада ойнау. Яғни осындай музыкалық аспаптардың алдында the артиклі қойылады. Playдан кейін қойылады екен. Сонымен сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.